Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Сіздерді каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен біз қарапайым резинканың тоқылу жолын үйренетін боламыз. Яғни бұл резинканы көйлектің немесе жилетканың жеңіне, немесе джемперлердің, комбинезондардың шеткі манжеттерінде қолданылатын қарапайым резинканың тоқылу жолын үйренеміз. Яғни мынандай бір столбик накидым қатар жүргізіп аласыз. Енді келесі қатардан бастап мен сіздерге резинканың тоқылу жолын көрсететін боламын. 3 воздушный петля аламыз және тоқып жатқан затымызды айналдырамыз. Енді бастаймыз. Мінекей, ең бірінші столбикті, столбик айырбастайды. Мысалы, мына столбиктің үстіне мына столбик түсіп тұр. Енді біз екінші столбиктен бастап тоқимыз. Накид аламыз. Мұқият қарап алыңыздар. Мінекей, резинканы былай тоқимыз. Мінекей, мына столбикті былай мына жақтан кіргізіп, мына жақтан шығарып, былай бері қарай шығарып аламыз. Накид аламыз. Екеуін тоқимыз және екеуін тоқимыз. Мінекей, бізде бері қарай шықты, Енді келесін артқы жағынан аламыз, яғни мына жақтан аламыз. Мінекей, накид аламыз. Ұстап тұрамыз да арғы жақтан, мінекей, арғы жағынан накид аламыз. Мінекей, арғы жағынан былай кіргізіп, былай, мінекей, слай шығарып аламыз жіпті. Екеуінен өткіземіз и екеуінен өткіземіз. Мінекей, резинка осылай тоқылады. Келесі бергі жақтан, мінекей, екеу и екеу. Келесі арғы жақтан. Осылай екі жағынан қатар алып отырып тоқисыздар. Сонда мінекей, біреу бергі жағынан, біреу екінші арғы жағынан осылай резинка тәрізді жиырылатын болады. Мінекей, бергі жағынан және арғы жағынан. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Мінекей, қатардың соңына келдік. Бізде мынандай полотно шығып жатыр. Және ең соңғы столбикті қалай тоқитынымызды көрсетейін. Накид аламыз. Бізде 3 воздушный петля, соның 3-ші воздушный петлясына тоқимыз. Мінекей, 3-ші воздушный петлясынан жіпті шығарып, осылай тоқимыз. Және келесі қатарға 3 воздушный петлямен өтеміз и айналдырамыз. Енді қалай тоқимыз? Қараңыздар. Бері қарай шығып тұрған столбикті бері қарай тоқимыз, ары қарай шығып тұрған столбикті ары қарай тоқимыз. Мінекей, бері қарай шығып тұр, міне. Осылай алып тоқимыз. Және ары қарай, мінекей. Осылай тоқимыз. Бергі и арғы жағынан осылай тоқимыз. Бергі жағынан және арғы жағынан. Бізде осылай резинка пайда болады. Мінекей, қатардың соңына дейін өзіміз жалғастырамыз. Міне қатарды аяқтадым және де соңғы столбикті 3-ші воздушный петляға тоқыдым. Мінекей, біздің резинкамыз дайын. Кез келген тоқыған дүниеңіздің
жиектерін осындай резинкамен тоқып шықсаңыз өте әдемі көрінеді. Манжеттерге жаңағы жилетканың етегі мен иығына тоқысаңыз өте әдемі көрінеді. Сіздерге менің видеом ұнаса, маған лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Және де ары қарай тағы да қызықты мәліметтерді және де ерекше туындыларды менімен бірге тоқу үшін подписка жасап қойыңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.